Қол жүріп тұр, бизнес ұрып тұр. Мына біз бизнеске бұл пандемия, карантин деген қыстырмайды ғой. Ассалаумағалейкум. Ал енді мынау келген себебімді айтайын. Біз мынау зекет жинап жүрміз. 2100 теңгені жәшке салып кеткен. Оны беріп қойғанбыз болды, ке? Ол бітір садақасы. Бұл зекет садақасы. Қазір бұл бір тиын ақша жоқ. Енді беріңіз бала шағаңыздың амандығы үшін, мал жаныңыздың амандығы үшін. Болды ке. Жоқ деген екен бірден түсінсеңіздер болады, қақтан беремін. Өзім жұмысшыларыма айлық тауып бере алмай отқан кезде. Енді беріңіз, бұл енді жетім жесірлердің ақысы ғой, беріп қойыңыз. Не саған зекет? Бәрекелді. Рахмет. Бұл енді маған бергеніңіз. Енді жетім жесірлерге не бересіз? Ештеңе бере алмайын. Бересің. Иттей болып бересің. Менен басқа біреулер келеді. Сол кезде мамалап тұрып бересің. Одан да қазір бер. Жоқ, кім келмекші? Кім келсе, ол келсін, бермеймін дедім ба, бермеймін. Ертең авария болғасаң, гаи келеді, гаиге бересің. Пажар болса үйіңде, пажарныйға бересің. Үйіңе ұрлық түссе, милицияға бересің. Ауырып мұны коронавирус болсаң, дәрігерге бересің. Одан да қазір бересің. Алда кетіңіз. Лақтырмай бер. Мен үшін беріп атқан жоқсың. Әкел бар ақшаны. Бәрекелді. Қолыңыз жайыңыз. Қабыл болсын, Алла қабыл етсін. Қолыңыз жайыңыз. Батамды беріп кетейін. Амин. Алла, осы бизнесмен ағамыздың өзіңнің жолыңа бергенін еселеп қайтар. Алла, осындай жомарт байлардың елімізде көп болуын нәсіп ете көр. Амин. Рахмет, қабыл болсын. Ендігі жыл тағы келем, дайындап қойыңыз.